әлеуметтік желінің қазақ тілінің дамуына үлкен бір қосқан үлесі бар деп айта аламыз ба сіздің ойыңызша? Қайта мен кейде қорқамын да, осы айтылудың аяқ жағы осыдан не шығады дегенге алып келе ме деген қорқыныш. Алдымыздан бір славян түрі бар адам шыға келсе, здравствуйте дейміз. Биліктің қазақ тіліне деген көзқарасы өте нашар, ниеті жоқ. Қазақ тілі қазір тек халық арасында ауызекі тілде ғана Иә, кеңінен ауызекі тілде қолданылуда. қолданасыз. Сол сотталды 4 жылға. Неге сен қазақша сөйлемедің деген үшін. Сәлем достар, эфирде Адал толк. Бүгін біз қазақ тілінің мәртебесі ел арасында қолданылу жайлы талқыламақпыз. Бүгін бізде студияда қонақта қоғам қайраткері Дос Көшім. Дос аға, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет шақырғандарыңа. Дос аға, жалпы өзіңіз білесіз, бүгінгі таңда қазақ тілі кеңінен таралып жатыр. Тіпті бірнеше жылдан бері қаншама академиктер жасай алмаған тірліктер жасалып жатыр, жастардың қолдауының арқасында деп білем. Әлеуметтік желіде де тіл жанашырлары көбейіп жатыр. Жалпы әлеуметтік желінің қазақ тілінің дамуына үлкен бір қосқан үлесі бар деп айта аламыз ба сіздің ойыңызша? Философияда мынандай бір категория бар да, санның сапаға айналу деген. Я саны көп, я айтып жатыр тіл жөнінен, әсіресе тіл жөнінен белгілі бір, не дейміз, бір конфликтілік жағдайлар болып қалады ғой. Соларды өте көп қоштап кетіп, әркім өздерінің пікірлерін қосып жатыр да, бұның өзі жақсы. Бірақ бұның аяғы белгілі бір нақты іс-әрекетке алып келу керек та. Осы арқылы топтар пайда болу керек. Заңды өзгертеміз, не болмаса жаңадан заң шығарамыз деген сияқты бағытта. Оны мен көрмей отырмын да. Пікір айтулар өте көп, қосылу көп, қазақ тілін қолдау көп. Бірақ осының бәрі нақты бір іс-әрекетке алып келу керек та. Ол жоқ. Қанша жылдан бері мысалы көптеген ғалымдар, академиктер дабыл қағып жүрді, қазақ тілінің қолданыс аясын кеңейту керек деген секілді. Шетелдік ғалымдар қазақ тілі өлі тілге айналады деген әңгімелер де шыққан болатын. Бірақ қазіргі таңда меніңше қазақ тілінің қолданылу аясы кішкене кеңейіп жатқан сияқты халық арасында. Бұлайда бұның бәрі әсіресе жаңа мен айтып кеткен белгілі бір үлкен бір даулы мәселелер көтеріледі ғой. Мысалы, белгілі бір кафе демау, банк демау, қазақша сөйлеу, қазақша жауап бермеу деген мәселелер енді соңғы уақытта Шымбұлақтағы бір кафеде көтерілді, ұмытпасам. Осындайдың кезінде үн қосатындар көбейеді. Құдайға шүкір, сонымен қоса енді адвокаттар сияқты адамдар араласып жатқанына қуаныштымын. Ал зиялы қауым тек қана өздерінің пікірін айтумен шектеледі сияқты. Ал шындығында мысалы жаңа осыдан кейін осындай нәрсені көре отырып, халықтың, қоғамның белгілі бір көздерінің жаңағы көзқарастар сол жаққа бұрылғанын көргеннен кейін барып, екінші кезең болу керек та. Мысалы жазушылардағы осыларды біріктіре отырып, үлкен мәселе қою керек мемлекетке. Депутаттың ішіндегі белгілі бір фракциялар осы мәселені алып кету керек. Себебі олар да байқап отырады ғой. Жаңа өзің айтқандай, қазақ тілі жөнінен әңгіме көп болып жатырды, оның ішіндегі негізгі бағыты қандай еді? Осыны қалай түзесек болады? Және сол түзеуге біздің қолымыздан келе ме деген нәрселерде сондай топтар шықпайды да, сондай топтар жоқ. Мейлі ол қоғамдық ұйымдар болсын, мейлі ол жаңағы парламент депутаттары болсын, қолдарында мүмкіндіктері бар, соны өзгертуге деген. Ал айтып жатқандардың көбісі қолдарында мүмкіндігі жоқ. Оның ішінде біздер де бармыз. Айтудан кем емеспіз да. Айтады жаңа айта, алтайды жаман қартайды деп. Қайта мен кейде қорқамын да, осы айтылудың аяқ жағы осыдан не шығады дегенге алып келе ме деген қорқыныш бар да. Қанша айтылып жатыр, қанша жыл айтылып жатыр, жылап жатыр, зарлап жатырмыз. Ешқандай өзгеріс болып жатқан жоқ. Мысалы енді 1989 жылы қабылдаған заңымыз сол күйінше тұр ғой. Бұл қос тілдің заңы да нақты. Сол күйінше тұр. Өзгерген жоқ әлі күнге дейін. Қанша айтқанмен. Бұған не кедергі деп ойлайсыз? Неге оны зиялы қауым, жаңа сіз айтқан жоғарыда отырған кісілер неге қаперіне алмай жатыр? Бұның екі себебі бар сияқты да. Бірінші, бізде орыс тілін қолданатын азаматтар өте көп. Біздің өзімізді байқамай қаламыз да. Мысалы келіп алдымыздан бір славян түрі бар адам шыға келсе, здравствуйте дейміз. Білеміз, біз Қазақстандамыз, қазақ тілі мемлекеттік тіл, оған ассалаумағалейкум, не саламатсыз ба деп айтпаймыз да. Біздің әлі психологиялық тұрғыдан өзгере қойған жоқпыз. Қазақ тілі жоғары көтереді. Жай қарапайым азаматтардың өздері. Сот тілі, енді сотта адам өз тілін қолдануға болады, бұл Совет үкіметінен бері келе жатқан мәселе да. Бізде сот тілі, ұмытпасам, енді 1-2% шатасуы мүмкін, 33-34% қазақ тілінде екен соттар. Ал біздер қазақтың өз 70-тің үстіне шығып кеттік та, басқа ұлттар өкілдерін айтпағанда.
Және екінші мысалы бізді ойландыратын мәселе бұл ғылыми еңбектер, докторлықтың қорғалуы, магистрлық қолданылуы, қорғалуы 32% ба сондай деңгейде. Қазақ тілі қазір тек халық арасында ауызекі тілде ғана Иә, кеңінен ауызекі тілде қолданады. Бірақ енді жастардың көзқарастары жақсы, бірақ олар не істерін менің ойымша білмейтін сияқты. Сондықтан барлық запырандарын, іштеріндегі ашу-ызаларын әлеуметтік желіге салады. Айтады, талқылайды, ренжиді, үн қосады. Мысалы, ең соңғы мәселе Мирболат деген жігіт, сіздердің әріптестеріңіз, журналист, сол сотталды 4 жылға. Неге сен қазақша сөйлемедің дегені үшін, қазақша сөйлеу керек қой деп талап еткені үшін сотталды. Мен енді өзім оны ашық айтып отырғаным, оның жаңа сотындағы қандай айтқан сөздерін өзім қарап шықтым да жағам ұстадым. Анау сөзді мен күнде айтамын. Адамдарға талап етесіз. Бәріміз талап етеміз. Міндетті түрде талап етеміз. Талап ету керек. Бұл мемлекеттік тіл ғой. Мемлекеттік тілді қолдану, оны қорғау, ол үшін жаныңның күйі бұл әрбір азаматтың парызы. Әр қазақ тілді азаматтың парызы. Тек қазақта емес, қазақ тілді азаматтың бәрінің парызы. Бірақ соны айтқан үшін андай жағдайға келіп жатыр. Тілдің қолданылу аясы, жаңа өзіңіз айтқан билікте немесе жаңағы ресми түрде қолданылу деңгейі қаншалықты жоғарылады деп ойлайсыз? Қазақ тілі әлі де болса орыс тілінің деңгейінде қолданылмайды Қазақстанда. Және мен бұл жерде әрине бір жақты айтуға болмайды. Бізде орыс тілді аймақ бар. Жаңа ғана мен осы бүгін таңертең солтүстік Қазақстаннан келдім. Петропавл қаласынан, Қостанай, Петропавл, Павлодар жақтағы тілдің қолданылу деңгейі әрине өте төмен. Қызылорда 97% қазақ, әрине олардың қолданылу деңгейі жоғары деген сияқты. Бізде әр жерде әртүрлі. Бірақ жалпы мемлекеттік деңгейде қолдану ауқымына мен өз басым қанағаттанбаймын. Қазір енді жасанды интеллект дамып жатыр. Жаңа өзіміз қолданатын қарапайым чат GPT деп айтып жатамыз. Олардың бәрінде десек те қазақ тілі кішкене грамматикалық тұрғыдан кішкене дұрысталған. Бұдан өзіңіз қандай бір қорытынды шығарар едіңіз? Жоқ, ол енді ол дұрысталуы не дейді жаңағы заңды ғой, табиғи мәселе. Себебі мектептердің көбейгені де рас. Сол мектептен шыққан жастар тілді біздің кезіміздегідей, мысалы 70-80 жылдардағы емес, әрине одан гөрі жақсырақ қолданады, одан гөрі көбірек қолданады. Бірақ осы мәселені әрі қарап дамыту үшін жалпы мемлекеттік сол қазақ ненің қоғамдық өмірдің барлық саласында кіру керек та, барлық саласына. Белгілі бір деңгейдегі жаңа өзіміз айтқандай азаматтардың арасында қолдану айтпаса, иә, кітапханада көп естіп қоямыз. Бірақ дәл осындай жағдай ресторанда жоқ. Банкіде жоқ. Білесіз ғой, көптеген банкіде соттасып жатамыз. Кафелерге дейін жоқ. Келген адамнан сұрасаң, самолеттің ішінде өте сирек көремін мен қазақ тілінде біреуді сөйлеп, қазақ тілінде жаңа не дейміз, стюардесса дейміз ғой енді оларды. Солармен сөйлесіп жатқан адамдарды мен өте сирек кездесемін. Мен өзім сөйлесіп көремін, олар қазақ тілін білмейді. Кейде кешірім сұрайды. Кейбіреулер айтады, ала көзбен қарайды. Маған біреулердің айтқанда бар әлі дейін, аға, қазақ тілінен басқа тілменен маған айтыңызшы деді, әзілден кіреп. Мен айттым, жақсы, сонда араб тіліне көшейін деп едім. Жоқ, қазақ тіліне сөйледіңіз. Сондықтан бұл жерде қандай объектілердің ішінде қолданылу деген мәселеде де арақашықтық бар. Әрине, мысалы, сендердің өмірлеріңде, сендердің қатысып жүрген жерлеріңде қазақ тілінде сөйлеу, оны және жақсы сөйлеу, оны дұрыстап сөйлеу әрине бар. Журналистердің арасында бар. Оған не дейді, көңілің риза болып қалады да, соны көрген уақыттарда басқа кезде. Бірақ бұл мемлекеттік тіл болғаннан кейін бұлар барлық жерде болуға тиіс. Қазір енді жастардың арасында түрлі терминдер көбейген, иә, өзіңіз білесіз, түрлі сленгтер бар. Бұл біздің тіл тазалығына қандай да бір ықпалын тигізе ме? Мен өзім тілшімін ғой, сондықтан менің өз басым жаргон, арго дейді, сленг дейді, қалалық сленг дейді. Бұлардың бәрін қолдануына еш уақытта қарсы болмаймын да. Себебі бұл заңды мәселе. Жастар өздерін белгілі бір. Біздің кезімізде мысалы магнитофонды мак дедік. Университетті универ дедік, қазір айтатын шығар универ деп. Бұл негізінен Америкадан келген сленгтер. Американдықтар қысқартқанды жақсы көреді. Керексе адамдардың аттарына дейін қысқартады. Катрина болса оны Кэт дейді, Роберт болса оны Боб дейді деген сияқты. Бұл барлық кезеңде болатын мәселе де. Және барлық кезеңде содан өтеді кей уақытта. Кей уақытта жаңағылар тілді байытады. Себебі не дейді, жастардың жаргонында жазылған, керек десеңіздер, повесть романдар бар. Оны мысалы үлкен адамдар оқи алмайды ананы, өйткені ананың ішінің барлық сонымен. Ол сонысымен де қызықты.
Сондықтан мен өз басым қолдаймын қазақ тілді жаргондардың пайда болуы. Ол да бар қазақ тілді жаргондарда, аз да болса ол жерде де бар. Оған риза боласыз. Өйткені бұл сөз жасамның бір бағыты. Оны мен сөздің бұзылуы демеймін. Бұл не дейді? Ауызша сөйлеуде ондайдың болуы бұл бүкіл әлемдегі құбылыс. Жаңадан сөздердің жасалуының бір бағыты. Жалпы сіздің ойыңызша тіл тазалығы деген маңызды ма, әлде тілдің қолданылуы маңызды ма? Бұл екеуі біріне бірі байланысты. Тілді қолдану керек, әрине, міндетті түрде бірінші орында ана тіліңді, мемлекеттік тілді қолдану керек. Екіншіден оны өте таза және мәдениетті қолдану керек. Тіл мәдениеті деген бар. Мысалы, ұмытпасам, Мұхтар Әуезов болу керек, айту керек. Адамның зиялылығы біріншіден тілді дұрыс қолдана білу дейді өзі. Ана тілін қолдансаң, сен мәдениетсің. Ана тілін білмесең, мәдениетсізсің. Сонда мен жаңа айтқан 33% ғана қазақ тілінде ғылыми еңбектер қолданып деп жүрмін ғой. Сонда біздің зиялы қауымның 70% мәдениетсіз болғаны ғой деп ойлаймын кей уақыттарда. Шындығында да мәдениеттіліктің белгісі болу керек тіл. Соны халық түсіну керек. Дұрыстап сөйлей алмаған адам ол мәдениетсіз адам деп қабылдаса, ойланатын шығар кейбіреулер. Енді жаңағы парламентте ант беріп жатқандар өздерін мәдениетті, парасатты, білімді адамдар деп ойлаймын. Депутат болып жатыр, министр болып жатыр ғой. Бірақ кешіріңіздер, бұлар мәдениетсіз. Жаңағы анттың сөзін сөйлей алмай кекештеніп жатқан уақыттарда бұл мәдениетсіздіктің ең басты көрінісі. Қазақ тілінің болашағына қандай болжам жасай аласыз? Өте қиын жағдайда тұрмыз. Өте қиын жағдайда тұрмыз. 75%-дай болып қалды деп айттық қой, ертең мен қорқамын. Біз ертең 90% болуымыз мүмкін. Бірақ бірімізбен біріміз орысша сөйлесіп кетеміз бе деген қорқыныш әлі қалды. Ол ашылған жоқ, ол сейілген жоқ, ол қорқыныш. Сондықтан тез арада, мысалы Жапонияда осындай бір жағдайлар болып қалса енді тілге байланысты, оларда мемлекеттің басшысынан бастап депутаттар, үкімет жиналып алып, кәдімгі дабыл қағып, мынандай біз жағдайға жеттік, мынандай процент азайып бара жатыр жапон тілінде деп кәдімгідей одан шығатын жол іздейді екен да. Ал біз қазір соңғы мәлімет бойынша біздерде қазақ мектебіне беру азайды 1,5%. Оны біреулер латын графикасына көшуімізден қорқу деп айтады, біреулер тағы басқа дейді. Бізде азайып кетті қазақ тіліне беру. Бұл кәдімгі дабыл қағатын мәселе да. Сондықтан келешек әлі де болса бір екідай да жағдайда тұр. Екіншіден жаңа айтып кеттім мен, біз әлі 1989 жылғы заңменен келе жатырмыз, қолданыстағы заң. Содан бері 37 жыл өтті ғой. Мен сізге мынандай қызық айтайын енді, не дейді, әшейін сөз болмасын, дәлелмен айтайын. Басқа мемлекеттер, бізбенен бірге кеңес үкіметінде болған басқа мемлекеттер осы 37 жылдың ішінде заңын 3 рет өзгертті. Себебі тілдік ахуал 10-15 жыл сайын өзгеріп отырады. Мысалы Латвияда 89 жылы тіл заңы қабылданды, олар тіл заңы демейді, мемлекеттік тіл туралы заң дейді. Содан кейін 95 жылы тағы қабылдады. Одан кейін 2015 жылы тағы қабылдады. Керек десеңіздер ең төменгі уақыттарда ұят, енді ең нашар мемлекет деп айтпай ақ қояйық, бірақ енді деңгей бізден гөрі төмендеу мемлекет Тәжікстанда тіл заңын 2 рет қабылдады. Біз сол баяғы қос тілдік заңмен әлі отырмыз. Сол күйінше. Міне менің қорқатыным да сол. Сондықтан мен ойымша тез арада парламентте мемлекет туралы заң қабылдану керек. Бізде мемлекет тіл туралы заң жоқ. Тіл туралы заң бар. Тілдер туралы заң деп аталады. Мемлекеттік тіл туралы заң қабылдануы керек міндетті түрде. Оның ішінде жаңағы бүкіл әлеуметтік желіде жаңағы өзі айтып жатқан жастар басқа барлық проблемалардың бәрі соның ішіне ену керек, шешімдері. Және оның ішінде міндетті түрде мемлекеттік тіл туралы заң орындалмаған уақытта жауапкершілік болу керек. Міндетті түрде ол заңның ішінде мемлекеттік тілін білуге міндетті мамандықтың тізімі болу керек. Мынау азаматтар мемлекеттік тіл білу міндетті деген сияқты тізім болу керек. Ол мен айтып жатқаным басқа елдердің бәрінде бар нәрсені айтып жатырмын. Бізде ол жоқ. Бізде еш нәрсе жоқ, өкінішке орай. Қазіргі технологиялық заманды, біз технологияларды дамып жатқан осы тұрғыда тілді дамыту жағында біз оңынан қолдана аламыз ба? Түсінікті, мен сенің сұрағыңды түсіндім да, бұл енді қазақ тілін технологиялық тілге, ноу-хаудың тіліне, медицинаны, ғылымның тіліне айналатындай деңгейі бар ма? Өте үлкен потенциал бар қазақ тілінің. Және жалпы енді түрік тілдерінің ішіндегі ең бай тіл қазақ тілі деп Шоқанның айтқан сөзі бар ғой. Біздің тіліміздің бәріне мүмкіндігі бар да. Бірақ жаңағы айтып жатқан 33% ба?
ғылыми еңбектерді орыс тілінде қолданып жатқан ғалымдар оны жасамайды. Мысалы, жалғыз Ахмет Байтұрсыновтың өзі бүкіл қазақ тілінің бәріне революция жасады ғой. Біздің қазіргі айтып жатқан етістік, бастауыш, баяндауыш дегендердің бәрі сол. Керек десеңіздер, әдебиет танытқыш деген еңбегінде ол ирония, сарказм дегеннің өзін қазақшылаған. Қазір біз оны ұмытып кеттік. Зілді күлкі, зілсіз күлкі деп қазақшылаған. Барлық терминологияны қазақшылауға болады. Бүкіл жағы не дейміз, ракета бар ма, компьютер бар ма, барлығын қазақшылауға мүмкіндігі бар қазақ тілінің. Мүмкіндігі өте жоғары. Мен тілші есебінде айтып отырмын. 20 жыл университетке сабақ берген азамат есебінде айтып отырмын оның бәрін. Бірақ соны қолданатын не дейді, бір қозғалыс көріп отырған жоқпын. Екіншіден, оны қолданған уақытта бұл мемлекеттік деңгейдегі мәселе да. Терминком деген бар, мен соның мүшесімін, терминологиялық комитет бар, мемлекеттік. Солардың бұл үлкен жұмыста біз бәрін де өзіміздің тілімізге шамамыз келгенше, бәрін аудару деген мүмкін емес. Интернационалдық лексика деген бар, неологизмдер бар, жаңа сөздер. Бірақ біз өзіміздің мүмкіндігімізше соның бәрін қазақ тілінде енгізуіміз керек, қазақ тілінде қабылдауымыз керек. Сол уақыттардағы жастардың жаңа не дейміз, әсіресе білім бағытында бізде бір жаңа бір көтеріліс дейміз бе, бір үлкен төңкеріс болар еді шындығында. Тілдік бағыттағы төңкеріс болар еді. Түсінікті. Дос аға, көп рахмет сұхбатыңызға. Әрине тілді дамыту ол ең алдымен сізден басталады. Тілімізді әрқашанда қолданып, тілдің тазалығын сақтап жүрейік. Құрметті көрермендер, біздің арнаға жазылып, лайк басып, пікір жазуды ұмытпаңыздар.